Құрметті қазақ боксының фанаттары, неге біздер қолдамаймыз? Жаңағыдай комментарий оқып жатырмын. Жаңа тренер келді ғой, Нұржан Асанов. Барлық айтып жатыр, неге алып тастады бұрынғы тренерді? Екеуі де мықты, екеуі де легенда, бірақ жаңадан келген адамға қолдау көрсету керек. Өйткені алда олимпиада, чемпионат миралар, турнирлар өте көп. Ол қиын жұмыс, қиын. Осындай постқа келген адамға оңай болмайды. Тек қана қолдау керек, жаңа адамдарды, жаңа чемпиондарды. Енді Қайрат Сатжан легенда ғой, таки понятно. Ол да сборныйда қалбаты, советник болады ол. Жасайтынын жасайды әлі. Біздің құрамамызға көмектеседі әлі. Ал жаңа тренерімізға тек қана қолдау көрсетейік, өйткені ол қиын. Ол да бір обычный адам емес та, ол да Санжар Ташкенбайды чемпион қылтқан адам. Жастайынан чемпион қылтқан. Санжар Ташкенбай кәдімгідей мықты чемпион ғой. Қазір на хайпе, бәрі жүріп жатыр, чемпион. Адамдар оны, халықтар оны жақсы көреді. Және де соның тренерін де қолдау керек. Өйткені сборныйды тренировать ету ол жаңа уровень, ол өте қиын. Поэтому қолдайық. Потому что Қазақстан тек қана чемпион болу керек. Келесі олимпиаданы айыру керек деп ойлаймын.